Сәлем достар, біз сіздермен жазықтықтың теңдеуі тақырыбын қарастырамыз. Бізге кеңістіктің x, y және z жазықтығы берілсін. Осы үш ось арқылы өтетін кез келген альфа жазықтығы берілсін. Осы альфа жазықтығын теңдеуін жазуымыз қажет. Осы альфа жазықтығына тиісті m0 нүктесі берілсін. Бұл альфа жазықтығына тиісті нүкте. Яғни кез келген бойда m0 нүктесін орналастырамыз. Бұл нүктенің координатасы белгілі. x0, y0 және z0-ға тең болсын. Және осы жазықтыққа перпендикуляр бағыттаушы вектордың координатасымен берілсін. Яғни осы жазықтыққа перпендикуляр n векторы. Бұл бізде бағыттаушы вектор. Координаталары A, B, C-ға тең. Енді осы берілген жазықтықта m нүктесі мен бағыттаушы n векторы арқылы жазықтықтың теңдеуін жазуымыз керек. Ол үшін осы альфа жазықтығына тиісті координаталары белгісіз кез келген бір m нүктесін алайық. Осы жазықтыққа тиісті m нүктесі. M нүктесі де альфа жазықтығына тиісті. Бірақ m нүктесінің координаталары белгісіз x, y және z. Енді осы m0 нүктесі арқылы m нүктесі екеуін қосатын болсақ, біз m0, m векторын аламыз. Яғни m0, m векторының координатасын жазатын болсақ, ол бізде m нүктесінің координатасынан m0 нүктесінің координатасын азайтамыз. Яғни x минус x0 және y минус y0, z минус z0. Енді осы жазықтыққа тиісті m0, m векторы мен осы жазықтыққа перпендикуляр n бағыттаушы векторларының өзара перпендикуляр екенін көруге болады. Себебі n бағыттаушы векторы альфа жазықтығына перпендикуляр. Ал m0, m векторы альфа жазықтығына тиісті. Олай болса, n векторы мен, яғни бағыттаушы вектор мен m0, m векторлары перпендикуляр. Яғни бұл екі векторның арасында вектор перпендикуляр болғандықтан, олардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең. m0, m векторы мен n бағыттаушы векторының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең. Енді скаляр көбейтіндісін еске түсіретін болсақ, олардың сәйкес координаталар көбейтілетін. Яғни a x минус x0 қосылған b y минус y0 қосылған c z минус z0 тең 0. Бұл бізде берілген алынған түзуіміз альфа жазықтығының теңдеуі болып табылады. Бұл жердегі A, B, C бағыттаушы вектордың координаталары. Ал x0, y0, z0 берілген альфа жазықтығында нүктенің координатасы. Бұл бізде кез келген жазықтықтың нормаль векторы мен берілген нүкте арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуі. Енді осы жазықтықты ашып ықшамдайтын болсақ, ax қосылған by қосылған cz минус ax0 минус by0 минус cz0 тең болады 0-ге. Бұл жердегі ax, by, cz бізде айнымалылармен тұр. Ал мұндағының қалған бөлігінің барлығы тұрақты сан. Оны біз d әріпімен белгілеп алсақ, минус ax0 минус by0 минус z0. Олай болса, онда осы өрнектің орнына d-ні қоятын болсақ, ax плюс by плюс cz плюс d тең 0. Бұл жазықтықтың жалпы теңдеуі болып табылады. Балалар, біз сіздермен жазықтықтың теңдеуін қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңдар.